Ассаляму алейкум, тігінші ханымдар. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі, сәнді, барлық қыз келіншектерге жарасатын тюрбанның тігілу жолымен бөлісетін боламын. Ең бастысы қыздар ішінде астарымен және артында резинкасымен қалай тігілу керектігін оңай жолымен бөлісетін болам. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл тюрбанды тігу үшін әртүрлі матадан тіге беруге болады, өздеріңізге қалаған. Мен жаз мезгіліне арнап осындай шолқтан тіген деп отырмын. Түсі өте әдемі, міне қараңыздар, жаз мезгіліне жұқа. Негізінде өзіңізге ұнаған кез келген матадан тігіп алсаңыздар болады. Бұл жерде матаның өлшемдерін айта өтейін. Мына жерде мінекей бізде ұзындығы 65. Егер де басыңыз кішкентай болса 63, 62 қылып өзгертсеңіздер болады. Егер тюрбаныңыз үлкен болып жатса, осы өлшеммен. Ені 35. Енді осыдан бізге міне бір бөлік, бұл негізгі мата және астар қажет болады. Негізгі бөлікті мына жаққа қоя тұрамын. Астар матамыздың да ұзындығы 65. Ені жаңағы негізгі матадан сәл кіші болады, 33 қылып аламын мен. 34-33 қылып алсаңыздар болады. Және бізге үшінші бөлік осындай негізгі матадан осындай бір бөлік қажет болады. Бұл мата кішкентай міне кусок. Бұның ені 25 менде және ұзындығын 30 қылып алдым. Бұл өлшемді сәл 35 қылып, әртүрлі қылып өзгерсеңіздер болады. Енді тігуге кірісеміз. Енді қараңыздар. Осы жаңағы бөліктерімізді екіге бүктейміз осылай. Міне астары, мынау негізгі матамыз, қапталынан тігіп шығамыз 1 сантиметр аралықта. Барлығынан да. Және мынау кішкентай бөлігіміздің осы ең ұзын жағынан бүктейміз. Бұны да қапталынан тігіп шығамыз 1 сантиметр аралықта. Оң бет мен оң бетін біріктіріп, осылай шетінен тігеміз. Астарлық матамызды да екі шетін қосып аламыз. Келесі осы кішкентай бөлігімізді жанынан осылай қосып аламыз. Теріс жағынан тігеміз. Енді мына негізгі матамыз бен астар матамыздың осы жерін айналдырып қосып тігіп аламыз. Міне оң бет мен оң бетін беттестіреміз да, осы тігістерін бір-біріне келтіріп отырып, осылай айналдырып тігіп шығамыз. Қазір машинкада тігіп көрсететін боламын. Осы жеріндегі тігістерін бір-біріне келтіріп отырып, осылай шетінен тігеміз.
Міне шетіне жақындадық, осылай. Оң бетімен мінекей шетіне жақындадық. Осылай оң бетін бір-біріне қосып отырып тігеміз. Мінекей осылай қосып тігіп алдық қой. Енді міне ұп-ұзын қылып осындай болып тұрады. Енді осыны оң бетіне айналдырамыз. Мынау бізде ішкі жағы астары, мынау міне негізгі матасы осы. Осылай айналдырып аламыз. Сосын өтектеп алған дұрыс. Мен әлі өтектеген жоқпын. Мынаны бір өтектеп аламыз, тігістерін жақсылап жатқызып. Енді қараңыздар, мынау артқы жағы ғой, мынау артқы тігіс. Осының бойына бізге резинка тігу керек болады. Осы жерге. Мінекей, ені 2 сантиметрлік, ұзындығы 10 сантиметрлік осындай резинканы аламыз да, мына артқы бөлікке осы жерге тігіп шығамыз. Тікпес бұрын алдымен сыртынан белгілеп аламыз. Міне 8 сантиметр, 8-ді осы жақтан, 8-ді мына жақтан, сонда бізде общий 16 сантиметр болады. Сіздерге көрінікті болу үшін ине түйреп қояйын. Енді осыған мына ішкі бетінен 2 матаның ортасынан мына резинкамызды кигіземіз, орналастырамыз. Міне, бір шетін мына тұсқа әкелемін, жаңағы белгілеп қойған жерге инемен қадап қоямын. Мына жерде міне астарымыз осылай ішінде қалу қажет, сыртына шықпау керек. Енді екінші жағын мына тұсқа әкелеміз. Жаңағы белгілеп қойған жерге әкеліп, бұл жерді де инемен түйрелеп қоямыз. Инемен түйреп аламыз. Тіккен кезде мына астары сыртқы бетіне шығып кетпеу қажет. Бірінші тігер бұрын мына жағынан және мына жағынан екі шетінен закрепка беріп қайта-қайта тігіп аламыз. Содан кейін мына резинкамызды тартып отырып ортасынан тігіс жүргіземіз. Екі шетін тігіп аламыз. Бірінші мына резинкамызды ұстатып, міне бір шетін тігіп алдым. Енді екінші шетін тігетін боламын. Инені алып тастаймыз. Міне екі шетін тігіп алдым. Енді тартып отырып, ортасынан тігіс жүргіземін. Тігістеріңіз өте әдемі, аккуратны болу керек. Соған мән беріңіздер. Мінекей қыздар, өте әдемі. Міне осылай тігіп алдым мен. Ішкі бет осындай. Осындай етіп тігіп алдық резинкамызды. Енді қараңыздар. Мына теріс бетіне айналдырамыз матамызды. Екеуін қосамыз бір-біріне. Мынау бізде артқы жағы, яғни мына жерде резинкамыз бар. Енді осылай екеуін қосып отырып, міне мына жақтан
мына жақтан сәл доғалдау әкеліп, осылай мына жерге дейін тігеміз. Мына жақтан бір 4-5 сантиметр тікпей қалдырып кетеміз. Тек мына жерді ғана тігеміз, қосып бірге. Жаңа айтқанымдай сәл доғалдау қылып тігеміз. Осылай тігіп алдым, қыздар. Мына жағынан міне кішкене жер қалдырып кеттім. Мына жағы міне доғал. Осы жерді артығын қиып тастаймын. Енді мына жерде бізде қалдырып кеткен тесігіміз бар ғой. Соның мына астарлығынан, астар жағынан айналдырып аламыз оң бетіне. Мынау бізде теріс жағы, мынау міне оң жағы. Осылай айналдырып аламыз. Енді қыздар қараңыздар. Мынау артқы жағындағы тігістің бойынан біздер қолмен, ине жіппен сборка жасап, осыны жиыстырып, әдемілеп тігіп алуға жетпіз. Мына ішкі жағынан, ішкі жақ бұрышынан, міне. Инемізді өткізіп аламыз да. Астарлық матамызбен бірге қосып тігеміз. Бұл жерді қатты тартпаймыз. Примерно 12 сантиметр болса бізге жарайды. Міне, жиырғанымыз. Ішкі жағынан түйнектеп ұстаймыз енді. Мінекей. Осы тіккеніміздің үстінен машинкамен әдемілеп тігіс түсіреміз. Осы тігістің үстінен. Жаңағы көктеп тіккен тігістің үстінен машинкамен тігіп аламыз. Әдемілеп отырып. Мінекей, осылай тігіп алдым. Бұл бізде тюрбанымыздың артқы жағы. Енді қыздар, міне артқы жағын болдық қой. Осы жерден былай теңдей бүктеп, центрін тауып аламыз. Тюрбанның қақ ортасын белгілейміз осылай. Мен инемен белгілеп қойдым. Енді мына жоғары жақта міне тесік бар ғой. Сол бұрыштан бастап, міне ішкі жағынан инемізбен міне тігіп аламыз бірінші мына бұрышын. Бұрышын осылай тігіп аламыз да. Мына оң бетіне қарай инемізді шығарып аламыз. Жаңағы белгілеп қойған мына центрге қарай тура түсіп, түзеу етіп не істеп аламыз? Көктеп тігіп аламыз. Тесік қалады. Біз осылай жиырып тігіп алдық. Мына үшінші бөлігімізді оң бетіне айналдырып, жаңағы алдыңғы тесіктен өткізіп аламыз мына жерде кішкентай. Қалдырып кеткен, тікпей қалдырып кеткен жерден.
Енді осы бөлікті міне тігістерін бір-біріне қосып, машинкамен айналдырып тігіп шығамыз. Кішкене жері тігілмей қалады. Ол жерді сосын қолмен тігетін боламыз. Тігілмей қалған жерін қазір қолмен тігіп аламыз инемен. Мінекей. Міне осыншама жер тігілген жоқ, оны қазір қолмен тігіп алатын боламын. Жаңағы тесіктерді қыздар қолмен білдірмей тігіп аламыз. Және мына жердегі тесікті де ішкі бетінен мына жерден қолмен тігеміз. Мінекей. Сонымен біздің тюрбанымыз дайын, қыздар. Өте әдемі болып тігілді. Сіздер де тігіп көріңіздер, барлық қыз-келіншектерге бұл тюрбан жарасады және өте сәнді. Сіздерге ұнайтынына толық сенімдімін. Осы видеоны соңына дейін қарап, тігіп алыңыздар осындай әдемі тюрбанды және пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Ары қарай тағы да пайдалы видеоларды салатын боламын. Жаңа видео күтіңіздер.